Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Сәлеметсіздер, апай. Бүгінгі сабақта көңіл күйлеріңіз қалай? Бәрі жақсы. Онда сабағымызды бастамас бұрын, бүгін сабақта кім жоқ түгел деп алайық. Бүгін сабақта барлығы түгел. Шағын психологиялық жаттығу өткізіп алайық. Ол үшін баршаңызды ортаға шақырамын. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, қол ұстап судан қалмай, жылжимыз сонда тек ауылға. Бәріміз бірге. Көңіл күйлеріңіз көтерілді деп ойлаймын. Осы сабақты жақсы көңіл күймен бастайық. Олай болса, пазл әдісі арқылы шағын топтарға бөлініп алайық. Ол үшін мына партада тұрған сурет қиындыларын таңдап, бір сурет құрастырасыздар. Сол бойынша 3 топқа бөлінетін боласыздар. Өте жақсы балалар. Сонымен сіздер 3 топқа бөліндіңіздер. Бірінші топ тау сақшылары тобы, екінші топ көл сақшылар тобы, және де үшінші топ орман сақшылары тобы. Бүгін сабақта сіздерді телефон қуаты әдісі арқылы бағалайтын боламын. Олай болса, үй тапсырмасына кезек берейік. Осы суретте көрсетілгендей адам мен табиғаттың байланысы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы экотуризмнің дамуы. Смартфондарыңызды алып, тақтада көрсетілген QR-кодты сканерлеу арқылы бүгінгі сабаққа қойған мақсаттарыңызды жазыңыздар. Мына берілген суреттерге қарап, 2 сұраққа жауап берейік. Менің ойымша, бірінші және үшінші сурет экотуризм болып келеді, өйткені ол жақта табиғат бейнеленген. Мен келсем, бірінші суретте адамдар тауда атпен сөйлеп жүр. Бұл табиғатқа жақын. Үшінші суретте адамдар өзенге қарап жүр. Бұл экотуризмге жатады. Қазақстандағы экотуризм нысаны болып саналатын аймақтарға виртуалды саяхат жасайық. Табиғат, экология, тау, ағаш. Көрік, ландшафт, қоршаған орта, турист маршрут. Бүгінгі сабақта біз Қазақстандағы экотуризм тақырыбына байланысты шағын комикстар жасап үйренетін боламыз. Бұл Арал теңіз ме? Бұл теңізге не болған? Неге мұндай күйге түскен? Орманда тек берілген жерде оқ жағуға керек. Балалар, комик жасау сіздерге ұнады ма? Несімен ұнады? Комик жасау өте қызық екен. Жақсы тәжірибе болды. Осы комикті жасағанда табиғат туралы көп факторларды білдім. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.